Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта жұрнақ пен жалғауды ажырата аласың. Енді балалар, бірінші сөздің құрамын қайталап жіберейік. Біз білеміз, сөздің құрамы түбірден және қосымшадан тұрады. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Қосымша бізде екіге бөлінеді: жұрнақ және жалғау. Жұрнақ дегеніміз сөздің мағынасын өзгертеді. Жалғау сөз бен сөзді байланыстырады. Енді жаттығуға назарымызды аударайық. 72-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр жүйрікте допты торға тоғыттық. Еп қана емес, бірлікте керек екен, соны ұқтық. Қарамен берілген сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін ажырат. Кәнеке бірінші сөзге қарайық. Бірінші сөз бізде біздер. Біздер түбірі біз. Дер бізде жұрнақ па әлде жалғау ма? Дұрыс айтасыздар, жалғау. Себебі ол сөз бен сөзді байланыстырып тұр. Келесі допты. Доп түбір, ты жалғау. Және келесі торға. Тор түбір, ға жалғау. Жақсы, келесі тапсырма 73-ші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Бірінші, спорттық жарыстарда болады төреші. Екінші, тәртіпті ол қадағалайды. Және үшінші, әділ болуы төреші тиіс. Енді сөздерді орын-орнына қойып, 3 сөйлем құрастырамыз. Өздеріңіздің сөйлемдеріңізді тексереміз, кәнеке. Спорттық жарыстарда төреші болады. Ол тәртіпті қадағалайды. Төреші әділ болуы тиіс. Келесі тапсырма ойлан. Сіздерге балалар сөздер берілген. Сіздер әр торға тиісті сөздері бар допты енгізіп, 2 топқа бөліп жазасыңдар. Кәнеке бірінші сөзге қарайық. Допты. Қай торға кіргіземіз, жұрнақ па әлде жалғау ма? Жалғау. Келесі баскетболшы. Жұрнақ. Өнерлі. Жұрнақ. Ұшқыш. Жұрнақ. Досы. Жалғау. Көлге. Жалғау. Жарайсыздар балалар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.